2018 жылы 20 қазанда Еуропа ғарыш агенттігі мен Жапон әуе ғарыш зерттеулер агенттігінің Меркурийді зерттеуге арналған бірлескен Бепи Коломбо миссиясы ұшырылады. Миссия ғарыш аппараттарын басқа планеталарға ұшырғанда қолданылатын гравитациялық маневр теориясын жасаған италиялық ғалым Джузеппе Бепи Коломбоның құрметіне аталған. Жобаның мақсаты планетаның түзілуі мен эволюциясының сырын ашу, оның геологиялық құрылысын, экзосферасы мен магнитосферасын зерттеу. 4,1 тонналық кешен Меркурий орбитасына шығуы тиіс екі аппараттан және оларды күнге ең жақын ғаламшарға жеткізуге арналған еуропалық трансферлік модульден тұрады. Бепи Коломбо камералар, спектрометрлер, радиометр, лазерлік альтиметр, акселерометр, бөлшек анализаторлар және магнитометрлермен жабдықталған. Приборлар Германия, Италия, Франция, Ұлыбритания, Швейцария, Аустрия, Финляндия, Швеция, Ресей, ақш және Жапонияда құрастырылған. Бепи Коломбо отынды үнемдеу үшін жер айналасында 1, шолпан тұсында 2 және Меркурийдің өзін айнала 6 гравитациялық маневр жасайды. Меркурий трансферлік модулі бортындағы 4 кинетик T6 электрозымырандық қозғалтқыштары ғарышта қолданылған ең қуатты иондық қозғалтқыштар болмақ. Оларды және ұйқыдағы орбитерлерді 14 метрлік 2 күн элементтері қоректендіреді. 7 жылдық жолдан соң 2025 жылы 5 желтоқсанда кешен Меркурий орбитасына жетеді. Бұған дейін бірінші планетаны тек америкалық Mariner 10 мен Messenger аппараттар зерттеген, және соңғысы ғана Меркурий орбитасына шыққан еді. Он бір прибормен жабдықталған еуропалық Меркурий планеталық орбитерінің міндеті 480-де 1500 км полярлық орбитадан планетаның беті мен қойнауын зерттеу. Жапонияда жасалған МИО, яғни Меркурий магнитосфералық орбитері бортында 5 ғылыми прибор бар. 612 000 километрлік биік полярлық орбитадағы аппарат Меркурийдің магнит өрісін зерттейді. Аппараттар Меркурий айналасында 1 жыл жұмыс істейді деп жоспарланған, және миссия тағы 1 жылға ұзартылуы мүмкін.